Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгінгі видеода біз социальный опрос жасайтын боламыз. Яғни прохожий адамдардан, әсіресе қыздардан сұрақ жауап алатын боламыз. Олардың мнениясын білетін боламыз. Ал видеоның соңында статистиканы көресіңдер. Қыздар, сәлем. Қысқа да краткий социальный опрос. Қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Қалай ойлайсыз? Білмеймін, бірақ әркім өзінің правасы, жұмыс істесе де, істемесе де. Сіз мысалы істегіңіз келе ме? Я мен істегім келеді. Неге? Потому что үйде отырып можно деградировать. Да, солай ойлаймын. Сонда үйде отырса, сіз ойлайсыз, что адам дамымай қалады, е? Мен ойлаймын, адам всегда должен развиваться. Хоть женщина болсын, мужчина болсын. Қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Я, потому что дома скучно будет. Міндетті. Өзі білет. В первую очередь, қыз деген развиваться ету керек в любом случае. Если развиваться етейін десе, любой моментте развиваться ете алады, мысалы жұмыс істемек, но білмеймін енді, өзі білет деп ойлаймын. Краткий социальный опрос. Брак по расчету или по любви? По любви. По любви. Почему? Потому что по расчету, как-то невыгодно для меня. Невыгодно, наоборот, выгодно. Нет, Выгодно, но нет любви. Должна ли женщина работать после брака? по ее желанию. По ее желанию, если ей хочется, то да. Да. Вы сами хотите работать? Я хочу работать. Карьера — это первое. Сама Саморазвитие. себя Да. обеспечивать. Ни от кого не зависеть. Қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Білмеймін. А брак по расчету ме или по любви ме? По любви. Ужас, по расчету вообще ужасно. Сіз қалай ойлайсыз? Тоже. Тоже? По любви, да? Девчонки, привет. Краткий социальный опрос. Ладно. Қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Өзі білет. Если сама хочет, то да. Но я сама хочу работать, так что Реализоваться хотите, да? Развиваться. да, обязательно. Ну, думаю, что если қаласа, жұмыс істеу керек. А если так, енді күйеуінің айтқанын істеу керек қой. Мен істемеймін. Мен істемеймін. А жаңа қандай брак ниетіңіз келеді? По любви, любви, да, конечно, по любви. Иә, өзі үшін істеуге міндетті. Неліктен? Енді біреуге тәуелді болмай, ары қарай да өзі үшін жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Өз-өзін дамыту үшін жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Именно карьера бағытында дамыту керек па или қалай? Үйде отырып та дамытуға болады, неше түрлі нәрсе ғой ол. Өз-өзін дамытса болды, главное, бір орында қалып қалмай. Сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша, ол әйел адам жұмыс істеу керек. Күйеуіне ғана сенбеу керек, ол ары қарай да өзін дамытып, ары қарай оқып, білім алып, жұмыс істеп. Екінші сұрақ енді брак по расчету ме или брак по любви ме? Қайсыны қаттырақ қолдайсыздар? По любви. Если по любви болса, ол жерде ақша да болады, бәрі болады. Яғни екеуі бірге бір мақсатқа жету керек. По любви. Екеуі бірге, потому что даму керек, оны ары қарай бала шағалары болады, соның бәрін дамыту керек бірге. Сіз что-то по расчету. Мен 50-50 деп ойлаймын. Иә, 50-50. Өйткені барлық адам ақшаға қарайды бірінші. И махаббат. Бірінші махаббат, сосын барып ақша деген ғой. Брак по расчету или брак по любви? По расчету. Почему? Там много плюсов больше. Много плюсов? Я не хочу выходить замуж, так что по расчету. Қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Это қыз баланың қалауына байланысты. Қыз баласы жасайтын нәрсе жасайды. Жасайды? Жасауыңыз келеді, Иә, сол үшін оқып. Тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Міндетті емес. Не себепті? Білмеймін. Мен жұмыс істеймін, короче, білмеймін. Екінші сұрағымыз брак по расчету ме или брак по любви ме? По любви, конечно. Мужское мнение. Міндетті емес енді. Өз еркі ғой. Не себепті? Енді қазір енді бәрі разница жоқ. Біреу істейді, біреу істегісі келеді. Может, біреуінде жолдасы запрет қою мүмкін, дұрыс па? А біреуінде рұқсат беру мүмкін енді. Өзінің еркінде деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Мен негізі жұмыс істеу керек деп ойлаймын, әйел адам. Үйде отырып, бала шаға бағып, конечно, дұрыс бәрі, бірақ жұмыс істеген дұрыс. Өз-өзін дамыту керек, иә? Иә, өзін дамыту керек, ойы бар, өзінің не дейді, цели бар дейді ғой, арман мақсаттарына жете білу керек.
Рахмет сізге. Должна ли женщина работать после брака? Нет, наверное. Почему? Вообще она обязана работать или нет? Нет. А вы, например, хотите работать? Я бы хотела. Реализовать себя там? Да. Вы как считаете? Ну, если женщина хочет работать, то пусть работает. Я бы, даже если я вышла бы замуж, я бы работала. А брак по расчету или любви? По любви. По любви? И тот вариант покатит. 50 на 50. Да. Сендер қалай ойлайсыңдар, қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін жұмыс істеуге міндетті ме? Жоқ. Не себепті? Ну, если хочет, пусть работает, если не хочет, нет. Ей же не нужно обеспечивать. Все. Сіз мысалы өзіңіз жұмыс істегіңіз келе ме? Не знаю. В принципе, нет. Не хочу. Сіз қалай ойлайсыз? Я не знаю, насчет этого ничего не могу сказать. Ничего не можете. А вам брак по расчету или по любви? По любви, По любви, да? конечно. Да, то же самое. Осымен опросымыз соңына келіп жетті. Честно говоря, даже шаршап та кеттік. Өздерің көргендей, қыздар брак по любвиді таңдап жатыр. Яғни бұл дегеніміз шынайы махаббаттың әлі тірі екендігін көрсетеді. Ал екінші сұрақ бойынша көп қыздар жұмыс істегенді қалады, себебі олар үйде отыруды кем санайды. Олардың ойынша біз дамымай қаламыз деп, олар жұмысқа шыққысы келіп отыр. Әлде бұл жерде өз жігіттеріне деген сенімсіздік болып тұр ма? Ал көбісінен біз даже сұрақ ала алмай қалдық, себебі қыздар камерадан ұялып қаша жөнелді. Егер де достар, сендерге осындай форматта видео ұнаса, қандай сұрақтарды келесі видеода қойғанымыз дұрыс, комментарийға жаза кетіңдер. Ал біз сендермен келесі видеода көрісетін боламыз.